Жұмсақ болып шығатын, әрі дәмді, әрі пайдалы сүзбе мен кокос ұнтағы қосылған ПП печенье дайындаймыз. Құрамы дүкендегі печеньелерден 2 есе пайдалырақ. Ең бірінші бізге керегі аз процентті сүзбе, менде президент сүзбесі. Және 2 жұмыртқа. Барлығын бірге жақсылап араластырамыз. Және дәміне қарай қант алмастырғыш қосамыз. Менде қант алмастырғыш Фитпарад. Дәл осындайдың 5-еуін қостым. Әрқайсында 1 граммнан бар. Ал сіздер табиғи бал қоссаңыздар да болады. Дәміне қарай. Және де үстіне ванилин, содан кейін разрыхитель қосамыз. Үстіне кокос ұнтағын қосып, диеталық ұнымызды да қосып, барлығын бірге жақсылап араластырамыз. Менде ұн кукуруз ұны. Тестіміз сұйық болса, аздап ұн қосып жіберсеңіздер болады. Қолға жабыспайтындай болып шығуы керек. Алдын ала дайындап қойған пергамент қағазымызға печеньелерді формасына келтіріп орналастырамыз. Пергамент қағазды аздап майлап қойсаңыздар болады, печеньенің асты жабыспасы үшін. Дәл осындай формада дөңгелек етіп, бір-бірлеп орналастырамыз. Кішкентай қылсаңыз да болады формасын. Содан кейін үстіне жұмыртқаның сарысын жақсылап жағып шығамыз. Жағып болғаннан кейін үстіне кунжут себеміз. Дайын болғаннан кейін қызып тұрған духовкеге 180 градусқа 20-25 минутқа қызарғанша жібереміз. Дәл осылай көтеріліп, қызарып пісуі керек. Бұл печенье арықтап жүрген қыздарға өте пайдалы. Осындай тағамға үйір болсаңыз, міндетті пайдалы түрін жасап көріңіз. Дәмді әрі тез шығады. Балаларыңызға және отбасыңызға міндетті дайындап көріңіз. Соңына дейін көрсеңіз, лайк және комментарий басуды ұмытпаңыз.